Бәріне сәлем, менімен бірге мини донер жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарап, міндетті түрде лайк басып тіркеліп кетіңіз. Тауық етін дәл осылай қуырып аламыз. Екі жағын қызартып тұз саламыз. Және де мен кішкене соевый соусты пайдаландым, ол міндетті емес. Одан кейін соломка ретінде картопты турап, оны да қызартып қуырып аламыз. Барлығы дайын болғаннан кейін мен тауық етін осылай ұсақтап турап шықтым. Өз қалауларыңызша турасаңыздар болады. Және огурцыды да дәл видеодағыдай соломка етіп турап шықтым. Донерге соус ретінде мен майонез бен кетчупты пайдаландым. Табаны майлап екі жақтан қуырып аламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты.